Марат Омаров ақштағы қазақ байларының тойына шығып жүр. Әнші Марат Омаров осыдан 2 жыл бұрын жаңа отбасымен бірге ақшқа қоныс аударған. Бүгінде Лос-Анджелес штатында тұрып жатқан өнер иесі ағылшынша ән айтуға да жарап қалған. Ол өзін Голливудты бағындырып жатырмын деп санайды. Қазақ-ағылшын тілінде кезек әндетіп жүрген Марат Омаров фильмдерге де шақырту алып қылмыскердің рөлін сомдапты. Ол құрлық асқан қазақ байларының тойына шығатынын да жасырмады. Американың 20 штатында әндерін орындап шыққан әнші «Америка менің екінші тынысымды ашты» дейді. Марат Омаров америкалық режиссерлердің де көзіне түсіп үлгерген. Алғаш рет Келімсектер туралы Баледа деген фильмге түскен екен. Кинодағы мансабы өрге жүзіп, кейін Лос-Анджелестегі той, Холидей Голливуд, сосын қазақтар түсірген Красавчик деген фильмдерде бой көрсеткен. Отанға қашан ораласыз деген сұраққа әнші, мен екі елді жалғайтын алтын көпір болғым келеді. Америкада шәкіртте тәрбиелегім келеді деп жауап қатты. Ендеше Американы өнерімен жаулайтын шәкірт тәрбиелеп шығуына тілектеспіз.